сіздермен бірге мен Аридал. Бүгін сіздермен бірге слайм жасап көретін боламыз. Және де слайм жасамас бұрын сіздерге көп алғысым шексіз. Және де біз 1010 тіркелуші болды менде. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Көп рахмет. Және де алда одан да көп болады деген ойдамын. Және де біз бірінші көп адамның сұрауы бойынша клейсіз және бойлық қышқылсыз слайм жасауымызды сұрады. Және де мен оны жасап көретін боламын. Ол үшін бізге желатин керек. Осынша қосамын. Және де қайнаған су қажет. Достар, бұның ішінде қайнаған су. Осынша қосамын. Көп қосып жүрсеңіздер де дайындаңыз бұны. Достар, бізде осындай болды. Енді біз шампунь қосамыз. 2 ложка шампунь. 1, 2. Енді бұны бәрін араластырамыз. Алдымен біз морозилкаға қоямыз. Морозилка шықты. Достар, оны естірсіздер ме? Бірақ мен жүлдені көп қосып болған сияқтымын. Бірақ өте керемет. Көруге тырысамыз. Oh my god. Қазір. Достар, мен желатинді көп қостым. Және де біз қазір ыстық су қосамыз. Енді біз кішкене қайнаған су қосып, оны араластырамыз. Бізде осындай болу керек. Тағы да су қостым. Және де біз мен краситель қосатын боламын. Жасыл краситель. Енді тағы да бұны 20 минутке холодильникке қоямыз. Холодильниктен алдым. Қазір мұздай болып тұрған екен. Осындай желе сияқты болып тұр ма? Білмеймін енді. Достар, бұл слайм емес, желе болды. Осындай қатты тартылмайды, бірақ мен морозилкаға қойғаннан кейін осындай қатып тұр. Бірақ сіздер қазір қойып қойсаңыздар, сіздерде жұмсақ болады. Достар, мен осындай болып тұр. Қазір жұмыстарған кезінде мен міндетті түрде ойнайтын боламын. Бірақ қазір кішкене тұра тұрсын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий алу, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де алда көптеген қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.